Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Жанар. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді бигодидің рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен менің инстаграм парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Қамырына керек заттар бізде ұн, су, қант және де дрожж бен тұз керек болады. Ең алдымен суымызды ыдысымызға құйып, оның үстіне тұзды, қантты, дрожжды барлығын қосып, бір араластырып аламыз. Ең соңында ұнды қосып, қолымызға жабыспайтындай етіп қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін үстіне сұйық май қосып, қамырымызды тағы да кішкене илеп, одан кейін бетін жауып, 1 сағатқа жылы жерге қоямыз. Енді начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге орам жапырақ және де фарш, корей салаты мен 1 пияз керек болады. Және де дәміне қарай тұз бен бұрыш қосамыз. Ең алдымен ұсақтап тұрған пиязымызды майға қуырып аламыз. Оның үстіне орам жапырақты қосып, екеуі піскенше қуырып аламыз. Біздің орам жапырағымыз пісті. Енді оның үстіне фаршты қосамыз. Одан кейін дәміне қарай тұзымызды, бұрыштарымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Қамырымызды осылай бөлшектеп алдық. Енді оны жаямыз. Одан кейін ішіне начинкасын қосып, түйеміз. Қамырымыздың ішіне начинкасын толтырып саламыз. Одан кейін дәл видеодағындай етіп, қамырды бір-бірінің үстіне жабыстырып, осылай түйсеңіздер болады. Дайын болған бигодиларымызды осылай ыдысымызға орналастырып, 40-45 минут аралығында пісіріп аламыз. Міне біздің бигодиларымыз пісіп шықты. Енді ортасын кесіп, одан кейін корей салатын саламыз және де қалауыңызша кетчуп, майонез қосып, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді бигоди болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.